Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын ойымызды, бойымызды жинақтап, мен елімді сүйемін атты психологиялық тренингтен сабағымызды бастаймыз. Ақиық ақын Мұқағали атамыз айтқандай, біздің 3 бақытымыз бар. Балалар, сендер осы 3 бақытты білесіңдер ме? Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымызда тіл туралы, туған жерге, отанға деген сағыныш туралы болмақ. Бүгінгі сабаққа негізделген оқу мақсаттары: әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру болып табылады. Осы негізделген оқу мақсаттарына жету барысында бірнеше тапсырмаларды орындайтын боламыз. Расул Ғамзатовтың «Менің Дағыстаным» әңгімесінің аудио нұсқасын мұқият зер салып тыңдаймыз. Менің Дағыстаным. Күндердің күнінде Парижде бір дағыстандық суретшіні кездестірдім. Революциядан кейін іле-шала оқуға кетіпті де, итальян қызына үйленіп, еліне қайталмай қалыпты. Тау ішіндегі дәстүрге үйреніп қалған әлгі дағыстандық жігіт көпке дейін өзінің жаңа отанына үйрене алмай жүріпті. Жер жүзін талай шарлап, алыстағы бөтен елдердің жарқ-жұрқ еткен астаналарында да болыпты. Бірақ қайда барса да туған елін аңсап, зарыққан сезім соңынан қалмай қойыпты. Осындай сезімнің бояу арқылы бейнеге қалай айналдырылғанын көргім келді, өзің салған суреттерді көрсетші деп өтіндім. Бір суреттің аты «Елді аңсау» екен. Суретті байырғы авар киімін киген итальянка, суретшінің әйелі, бейнеленген. Ол тау ішіндегі бұлақтың басында тұр, қолында атақты Гацатлин шеберлерін ақштап жасаған күміс құмыра. Тау баурайында қайғырып тұнжырап тұрған авардың тас ауылы. Ауыл үстінде төніп тұрған таулар бұдан да бетер қайғырып тұнжыраулы. Тау төбесін тұман басқан. Тұман, деді суретші, ол таудың көз жасы. Таудың баурайын тұман басқанда тастың тілім-тілім әжімін бойлап мөлдір тамшы ағады ғой. Тұман, бұл мен. Екінші суреттен тікенек бұтаның басында отырған құсты көрдім. Ал бұта болса, жалаңаш тасты қақ жарып шығып өсіп тұр. Құс сайрап тұр да, оған өз үйінің терезесінен қайғылы бір тау қызы қарап тұр. Менің суретке назар аударғаным байқап қалды да, бұл аварлардың көне аңызының желісі бойынша салынған сурет деп түсіндірді суретші. Қандай аңыз бойынша? Құсты ұстап ап, торға қамап қойыпты. Торға түскен құс күні түні бірдей елім, 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 елім деп қақсай беріпті. Соңғы жылдар бойы тап осылай қақсап жүрген мен сияқты. Құс иесі ойлапты. Бұның елі қандай екен, ол қайда болды екен? Мүмкін мұның елі жұмақтағы ағаш өсіп, жұмақтағы құс мекендейтін гүл жайнаған тамаша бақ секілді шығар. Мен осы құсты далаға қоя берейінді, оның қай жаққа ұшып кеткенін көрейінші. Сонау алыстағы ғажап елдің жолын көрсетсін маған. Сөйтіп ол
тордың қақпағын ашыпты. Құс қақ жарып өсіп тұрған тікенек бұтаға қоныпты. Осы бұтаның жапырағының арасында ұясы бар екен оның. Мен де өз еліме өзімді өзім қамаған тордың терезесінен қарап жүрмін ғой деп аяқтады әңгімесін суретші. Елге неге қайтқыңыз келмейді сіздің? Кеш қой. Кезінде туған жерімнен жанып тұрған жас жүрегімді алып кетіп едім. Енді еліме тек қаудыраған қу сүйегімді қайтаруға хақым бар ма менің? Парижден оралысымен-ақ әлгі суретшінің туған туысқандарын іздеп тауып алдым. Таң қалғаным сонша, оның шешесі тірі екен әлі. Суретшінің туған туысқандары тоқал үйге жиналып, өздерінің елден безіп кеткен, туған жерін жат жерге айырбастап жіберген ұлы жайындағы әңгімемді күңіреніп, қайғы қасіретпен тыңдады. Бірақ ұлына кешірім еткен секілді болып көрінді маған. Олар оның тірі жүргеніне қуанды ма қалай? Әйтеуір кенеттен шешесі: сендер аварша сөйлестіңдер ғой деп сұрады менен. Жоқ, біз тілмәш арқылы сөйлестік. Мен орысша, ал сенің ұлың французша. Ұлының өлгенін жаңа естігендей боп, бетін қар орамалмен жауып ала қойды суретшінің шешесі. Үйдің шатырын тырсылдатып, далада жаңбыр жауып тұр. Біз аварияда тұрмыз. Ал жердің екінші жағында, Парижде, Дағыстанның адасқан ұлы да мүмкін жаңбырға құлақ салып отырған шығар. Тап осы сәтте біраз үндемей отырғаннан кейін суретшінің шешесі айтты: сен қателестің, Расул. Менің ұлым баяғыда өліп қалған. Сенің көргенің менің ұлым емес. Менің ұлым өзім үйреткен, авар анасы үйреткен тілді ұмытуға тиіс емес. Балалар, өздерің естігендей, Расул Ғамзатовтың «Менің Дағыстаным» әңгімесінде расында да туған жерге, елге деген сағыныш байқалады. Осы әңгімеде естіген жаңа сөздермен таныс болайық. Зарыққан, сағына күткен, тұнжырап, қабағы түсіңкі, қатулы, қақсау, сарнау деген мағынаны білдіреді. Әңгіменің мазмұнына сәйкес бірінші тапсырма сұрақтар жаңбыры әдісі деп аталады. Менің Дағыстаным үзіндіде қандай оқиға суреттеледі? Баласы туралы естіген суретшінің анасы қандай күйге түсті? Суретшінің тұманы ненің символы? Қаламгердің Дағыстан сен маған анасың деуінде қандай мән бар? Неліктен суретшінің туындысы елді аңсау деп аталады? Туған жер, ана тілі туралы мақал-мәтелдерді жатқа айтыңдар. Балалар, сұрақтарға жауап бергенде, тапсырманы орындаған кезде дескрипторға сүйене отырып орындаймыз. Дескрипторлар әңгіменің мазмұнын толық түсінеді, сұрақтарға логикалық тұрғыдан толық жауап береді, әңгіменің фабуласы мен идеясын анықтайды. Келесі әрекетіміз кім, қайда, қашан, ой сергіту әдісі. Шығармадан үзінділер келтіремін, ал сендер балалар қай кейіпкердің қашан, қайда айтқанын табу керексіңдер. Бірінші кейіпкердің сөзі: сен қателестің, Расул, менің ұлым баяғыда өліп қалған. Екінші кейіпкердің сөзі: бұл аварлардың көне аңызы бойынша салынған сурет. Үшінші кейіпкердің сөзі: сендер аварша сөйлестіңдер ғой. Төртінші кейіпкердің сөзі: кеш қой, енді еліме тек қаудыраған сүйегімді қайтаруға хақым бар ма? Бесінші кейіпкердің сөзі: өзің салған суреттерді көрсетші.
Келесі орындайтын тапсырмамыз рафт әдісі деп аталады. Яғни бұл жерде идеяларды жинақтау мақсатында тіл мәселесі туралы жазбаша ой қозғайтын боламыз. Рафт рөл, аудитория, форма, тақырып. Бұл жерде әртүрлі рөлдер беріледі. Сол рөлді орындап шығамыз. Бірінші, оқушы. Бұл жерде аудиториясы сынып жетекшісіне, форма түрі эссе, тақырыбы Расул Ғамзатов шығармаларын оқығаннан кейін туған ойлар. Екінші рөл ата-ана. Аудиториясы ата-анаға, формасы үгіт-насихат сөз, тақырыбы тіл деп соққан жүрегім. Үшінші, директор. Аудиториясы қоғамға, форма түрі мақала, тақырыбы тіліне жаны ашымаған адам жәндік. Төртінші рөл министрдің рөлі. Бұл жерде аудитория халыққа, форма түрі хат, тақырып қазақ қазақпен қазақша сөйлесін. Балалар тапсырманы орындау барысында дескрипторға мән бере отырып орындаймыз. Бұл жерде дескриптор шығарма мазмұнына өзіндік көзқарас білдіреді, шығармашылық жұмыс жасай алады. Бүгінгі тапсырма түсінікті болса, балалар, ендеше почтальон әдісі арқылы кері байланыс жасаймыз. Яғни, бүгінгі сабақта қандай жетістіктерге жеттіңдер? Соны хат немесе телеграмма жазып маған жіберулеріне болады. Немесе WhatsApp желісі арқылы жіберулеріне болады. Үйге тапсырма. Тіл ұлттың жаны. Отанды сүю басты парызым тақырыптарының біреуін таңдап шығарма жазып келеміз.